Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен әдеттегідей бұл гол 365 YouTube арнасы. Достар, енді біз сіздерге күнделікті футбол ақпараттарын шығарып отырамыз. Сіздер болса біздің арнамызды қолдап, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгін 31 желтоқсан, барлықтарыңызға осы жаңа жыл мейрамы құтты болсын деймін. Үйлеріңізде бақ береке келе берсін және осы жылғы жамандықтарымыз бәрі осы жылда қалсын. 2025 жылы барлықтарыңызға сәттілік тілейміз және жақсы жетістіктерге жетуге тілектеспіз. Және біздің арнамызда Құдай қаласа 2025 жылы біраз жетістікке жете алады деп ойлаймын. Ал енді видеомызды бастайын. Реал Мадрид клубы туралы сөйлесек, Реал Мадрид Манчестер Ситидің былықтарын ашқысы келеді. Қазіргі уақытта Манчестер Ситиде 130-дан астам көп былықтар, құқық бұзушылықтар бар. Енді сол сотта болып жатыр, оның бәрі әлі шешіліп жатқан жоқ. Манчестер Ситидің жағдайлары біреулер жақсы дейді, біреулер нашар дейді. Енді Реал Мадрид болса сол істе өзінің білегін сыбанып алып кіріспекші екен. Оған себеп әрине Манчестер Ситидің біраз ойыншыларына алғысы келеді. Реал Мадрид клубы 130-дан астам құқық бұзушылықтар егерде расталатын болса, Манчестер Сити АПЛ-дан ұшып кетеді. АПЛ-дан ұшып кеткен командаларды білеміз. Мысалға, Ювентустан да жағдайы нашар болғанда ұпайлары алынды және осы Златан Ибрагимович Милан клубына ауысып кеткен болатын. Ал Манчестер Ситидің жағдайы жақсы болады деп ойлаймыз. Бірақ енді қазіргі уақытта Манчестер Ситидің ойындары да соңғы кездерде нашар және кеше 0-2 есеппен жеңіске жетті. Ал Реал Мадрид болса не істейді? Өздерінің қорғаушысын сатқысы келеді. Осы Эдер Милитау. Эдер Милитау білеміз көп соңғы кездерде жарақат алуда және ойындарда көп қателіктер жіберуде. Сол себептен Реал осының орнына басқа да ойыншылар іздеуде. Мысалға әрине Ливерпульдің капитаны Вирджил Ван Дайкті да алғысы келіп отыр Реал Мадрид клубы. Енді Вирджил Ван Дайктің келісім шарты осы маусымнан кейін бітеді. Әлі Ливерпуль клубы бұған келісім шарт ұсынған жоқ. Одан басқа енді Манчестер Ситидің ойыншысы Гвардиолды осы Милитауның орнына алғысы келіп отыр. Енді Милитаудан құтылғысы келіп жатқан сияқты осы Реал Мадрид клубы және 30-40 миллион еуроға сатып жіберуге дайын Милитауны. Енді Эдер Милитауға тек қана Саудия лигасының клубтары қызығуда. Еуропадан ешбір команда Милитауға қызықпай жатыр. Енді Гвардиол туралы сөйлесетін болсақ, Гвардиолды білеміз, сол қанатта да орталықта да жақсы өнер көрсете алады. Енді Реал Мадридқа келсе, универсал ойыншы бола алатыны анық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы Гвардиол Манчестер Ситиден кетіп Реал Мадридқа барған дұрыс па, әлде Манчестер Ситиде қалған дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға жазсаңыздар болады. Ал енді біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Серхио Рамос қазіргі уақытта Еуропаның мықты клубтарына ойнауға лайықты. Бірақ әрине енді Серхио Рамос қазір клубсыз отырғаны бар да енді. Рамос соңғы болып әрине Испанияның Севилья клубында өнер көрсетті. Севильядан кеткеннен кейін енді бір Реал Мадридқа барам ба деп ойлар болды. Реал Мадрид клубы болса Серхио Рамосқа айналайын Серхио Рамосжан. Сен демала ғой, енді бізде жас ойыншылар керек. Сен енді легендасың, білеміз, бірақ сен бізге қазір қажет емессің дейді. Енді содан кейін Серхио Рамос Марсель клубымен сөйлесті, Ювентуспен сөйлесті. Оның бәрі нәтижесіз болды. Кезінде осы Серхио Рамостың өзі Реал Мадридқа ұсынған екен, мені алсаңдаршы деген кезде Серхио Рамосқа енді жоқ керек емес деп айтқаннан кейін Серхио Рамос ренжіп қалғаны барды. Енді Ювентусқа тоқталатын болсақ, Ювентус екеуі ақшаға келісе алмай қалды. Соңында Ювентус Серхио Рамостан бас тартты және бізде жас ойыншы керек деп Серхио Рамосқа давай деген екен. Қысқы трансферлік терезе жақындауда. Ал Рамос болса не істейді? Клубтар іздеуде және біраз клубтар бұған кеп жатқан екен. Саудия лигасынан Серхио Рамос сені командаға қосайық дегенде Рамостың өзі жоғы, бармаймын мен Саудия лигасына. Мен Еуропада өнер көрсеткім келеді және Еуропаның командасына барып Чемпиондар лигасында өнер көрсеткім келеді дейді. Енді бұл сәл артықтау ма деп қоямшы. Негізінде 39 жастағы, 38 жастағы қорғаушыны кім алады? Енді спорттық формасына сөз жоқ. Рамос әрдайым өзінің Instagram парақшасында қалай жаттығу жасап жатқанын барлығын салып отырады. Бірақ енді ешбір клуб, Еуропаның мықты клубтары Рамосты алмайды деп ойлаймын. MLS-қа барса да болады және Саудия лигасына барып ақша істеп келсе де болады. Өз ойларыңыз әрине комментте жазуды ұмытпаңыздар. Серхио Рамосқа қандай клуб маңызды және қай клубқа барған дұрыс? Осының бәрін комментарияда күтіп қаламын.
Сіздер енді босқа отпай лайк басып отырыңыздар, біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Ливерпуль клубы туралы сөйлесек. Ливерпуль клубы қазіргі уақытта өте керемет деңгей көрсетуде және камбэкті жасап жүр соңғы кезде және сенімді жеңістерге жетіп жатыр. Ағылшын премьер лигасының 18-ші турында Ливерпуль Вест Хэмнің үйіне қонаққа барады және ірі есеп 0-5 есеппен жеңіске жетті. Бұл енді Ливерпуль клубы үшін қиын емес деп ойлаймын. Және Мухаммед Салах дегендер кешегі ойында керемет деңгей өнер көрсетті. Ойындары өте жоғары. Салахтың да Ливерпульдің барлық ойыншылардың деңгейі өте мықты болды. Осы маусымда енді Мухаммед Салах алтын допты алмасам білмедім енді. Осы маусымда Лига чемпионов және Ағылшын премьер лигасын жеңуге Ливерпуль басты фаворит командалардың бірі болып жатыр. Мен жалпы Ливерпульдің кешегі ойындарын байқап жатсам, олардың ойыны көбінесе Барселона клубына тура келіп жатыр. Білесіздер, Барселона клубы көбінесе ойындарды офсайдпен ұстайды. Мысалға Реал Мадрид офсайдпен ұстады, Боруссия Дортмунд біраз командаларды офсайдпен ұстады. Ливерпуль клубы да кешегі ойында дәл солай өнер көрсетіп жатыр. Енді Арне Слот Фликтің тактикасын ұрлап жатыр ма? Қалай жалғы? Бірақ енді ойын деңгейі өте керемет және қарымта шабуылдарға да Ливерпуль клубы өте керемет деңгейде шығып жатыр. Осы маусымда Чемпиондар лигасында бір ұпай жоғалтқан жоқ осы Ливерпуль. Және тағы да сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Және АПЛ-да Ағылшын премьер лигасында ең аз ұпай жоғалтқан осы Ливерпуль клубы. Трент Александр-Арнольд туралы сөйлесетін болсақ, Арнольдты көбі Реал Мадридқа барады деген ақпараттар да көп болған енді. Кешегі осы әдетімен Трент бәрін нүкте қойған сияқты. Бұл деген сол бұл мағынан қолын көрсеткен. Әрине мен Ливерпуль клубында соңына дейін қаламын деген белгі шығар. Көбінесе футболшылар осы белгіні көрсететін болса, олар әрине өздерінің клубпен келісім шартын ұзартып жатады. Менің ойымша осы маусымда Ливерпуль клубы бір жақсы трофей жеңетін болса, Трент Александр-Арнольд Ливерпульмен келісім шартын ұзартады деп ойлаймын. Енді жаңалығымызды жалғастыра берейік. Барселона басшылығы Френки де Йонгтен әлі де құтыла алмай жатыр. Қазіргі уақытта енді Френки де Йонгта 3 таңдау тұр. Бірінші таңдау әрине клубпен келісім шартты ұзарту. Екіншісі әрине клубтан кетіп басқа командалармен сөйлесу. Үшіншісі әрине екі жағдайды қолданбайтын болса әрине заменада, жалпы айтқанда қосалқы құрамда отыру. Френки де Йонгпен негізінде команда басшысы осы Джоан Лапортада сөйлескен екен. Френки де Йонгжан айналайын, командадан кетесің ба? Фейрплейді дұрыстай енді басқа ойыншылар тіл келе алмай жатыр дегенде, Френки де Йонг болса жоқ, мен әлі келісім шартымды ұзартпаймын, ойланамын және әлі ешбір клубпен сөйлескім келмейді деп нағылай айтып жатыр екен. Френки де Йонг Барселонаға келгенде айтқан екен, бірінші пресс-конференциясында айтқан екен, мен Барсаға келген себебім болашақ Инеста болу деген екен. Енді бұл болашақ Инеста емес, бұл болашақ Азар сияқты. Реал Мадридтің аңызы Эден Азарда ақшаны жеді, дым ойнамады. Барселона енді Френки де Йонгмен келісім шартын бұзайын десе, бұзғаны үшін енді Френкиге 65 миллион евро беруі тиіс екен. Енді Барселонада басы қатып жатыр. Барселона жанкүйерлері, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы Френки де Йонгқа мүмкіндік беріп, командамен келісім шартты ұзартқан дұрыс па, әлде клубтан клуб жіберген дұрыс па? Өз ойларыңызды әрине комментте жазуды ұмытпаңыздар. Қазіргі уақытта енді Аль-Фейха мен Иттихад клубы осы Френки де Йонгқа қызығып жатыр екен. Ал Френки де Йонг болса, жоқ, мен Еуропада қаламын деп қанды ішіп жатыр екен. Және тағы да бір ақпараттар шығып жатыр. Осы Френки де Йонгтың енді спорттық формасы нашар және сол себепті енді бапкер оны шығармай жатыр. Негізінде бұл алдыңғы маусымдарда өте керемет деңгей көрсеткен, жарақатынан кейін енді нашар болып қалған шығар. Сіздерге тағы бір нәрсе айтайын, Барселонада қазір ақша болмай жатыр және Ла Лигада бір ойыншысы Дани Ольма деген ойыншыны тіркей алмай, енді Ла Лигада өнер көрсетпейді. Чемпиондар лигасында және суперкубоктарда өнер көрсетуі мүмкін Дани Ольма, бірақ енді Ла Лигада өнер көрсете алмайды. Осы Френки де Йонгты Джоан Лапорта құртқанында, Френки де Йонг командадан кетіп қалғанда, Дани Ольма мүмкін өнер көрсетер ме деп ойлап қоямын. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы енді. Арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді видеоның басында айтқандай, бүгін жаңа жыл, барлықтарыңызға жақсылық тілеймін және бақ береке тілеймін. Енді отбасыларыңыз аман болсын.